Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге ПП пирогтың рецебін ұсынамын. Егер сіз спортпен айналысып, масса жинап немесе қанттан бас тартып жүрген болсаңыз, онда тура осы рецептпен пирог жасап көрсеңіз болады. Бізге керекті ингредиенттер: піскен нут. Нутты бір күн бұрын суға салып жібітіп, түнге қалдырып қоямыз. Ертеңінде 1,5 сағаттай жұмсақ болып піскенше қайнатамыз. Немесе дайын консервіленген нутты пайдалансаңыз да болады. Құрма. Ішіндегі сүйегін алып тастаймыз. Рисовая мука, сары май, жұмыртқа, разрыхлитель және ұсақталып туралған миндаль. Ыдысқа жаңғақтан басқа барлық ингредиенттерді салып, блендермен біркелкі болғанша еземіз. Масса біркелкі болып езілді. Енді жаңғақты салып араластырамыз. Пергамент қағазы төселген противенге массаны салып, 4 бұрышты етіп формаға келтіреміз. Осы күйінде де пісіруге болады, бірақ мен пирогтың бетін шоколадпен әсемдейін деп шештім. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 20 минуттай пісіреміз. Пирогтайын пештен шығарып, суытып қоямыз. Бұл пирог өте жеңіл, асқазанға ешқандай ауырлығы жоқ, тез қорытылып кетеді. Құрамында қант болмаса да дәмі тәтті, балаларға жасап берсеңіз болады. Егер рецепт сізге ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Сау болыңыз.